Егер де лимфа дұрыс ақпайтын болса, жүрмейтін болса, онда адамда ісіну пайда болады, ісік пайда болады. Жүзігіңіздің саусағыңызға сыймауы, туфлиіңізге аяғыңыздың сыймауы, және де носкидің іздері болуы, целлюлит, және де қайырлы күн достар, тәніне саулық іздеген жандар. Мен жалпы тәжірибелік дәрігер Фариза Жанғалиқызы. Бүгін сіздерге көп адам біле бермейтін және көп адам ол жүйеге мән бере бермейтін жүйе туралы айтатын боламын. Ол яғни лимфа жүйесі. Лимфа жүйесі, көп адам лимфа жүйесіне мән бермейді, оның дұрыс ағуына, дұрыс жүруіне көп мән бермейді. Лимфа жүйесі жүрек қан тамыр жүйесіне жатады, және де жүрек қан тамыр жүйесіне қан айналым жүйесі және де лимфа жүйесі жатады. Ал қан айналым жүйесіне қанның өзі, тамырлар және де жүрек жатады. Ал лимфа жүйесіне лимфа тамырлары және лимфа түйіндері жатады. Ал біздегі ең үлкен лимфа түйіндері ол шап аймағында лимфа түйіндері, іштегі лимфа түйіндер, қолтық астындағы лимфа түйіндер, мойындағы, жақ астындағы, құлақ артындағы лимфа түйіндері бар. Біздегі лимфа тамырлары, лимфа түйіндердің бойымен өтіп, бүкіл денеде қай жерде артерия, вена, қан тамырлары бар, сол жерлерде лимфа тамырларда болады. Бізде лимфаның қандай қызметі бар деген сізде сұрақ болуы мүмкін. Бізде лимфаның ағзадағы сұйықтықты алып шығу, яғни жасша арасындағы сұйықтықты алып шығу қызметін атқарады. Біздің әрбір органымыз жасшадан тұрады, ал ол жасша арасында бір-бірінен жасша аралық сұйықтық арқылы байланысып отырады. Яғни осы жасша аралығындағы сұйықтықтарды алып шығу қызметін атқарады. Егер де лимфа дұрыс ақпайтын болса, жүрмейтін болса, онда адамда ісіну пайда болады, ісік пайда болады. Жүзігіңіздің саусағыңызға сыймауы, туфлиіңізге аяғыңыздың сыймауы, және де носкидің іздері болуы, целлюлит, және де беттің ісіңкі тұруы, ол лимфа жүйесін дұрыс жасамай жатыр деген сөз. Енді келесі, егер де адамда лимфа қою болатын болса, онда лимфаның үркілуі мүмкін. Сол үркілу нәтижесінде су алмасу бұзылып, ағзада ісіну процесі жүреді. Келесі, лимфа жүйесінің қандай қызметі бар? Ол келесі иммунитет қызметін атқарады, иммунитет жүйесін реттеп отырады. Егер де ағзада лимфа іркілетін болса, дұрыс жүрмейтін болса, онда иммунитет түседі. Бізде қазіргі заманда, егер де адам аурушаң болатын болса, онда вирусқа қарсы және антибиотик және қандай да бір иммунитетті көтеретін дәрілерді береді. Бірақ оны өз орнында қолданбаса, үнемі қолдануға болмайды. Егер де иммунитеттің түсіп көп болатын болса, онда лимфа жүйесіне қатты мән беріңіз. Лимфа жүйесіне қатты мән бергенде бірінші оның лимфа түйіндеріне мән береміз. Егер де ағзада қандай да бір токсиндерді шығаруға мүмкіндігі аз болатын, немесе қандай да бір вирустар көп болатын болса, бактериялар көп болатын болса, онда лимфа түйіндері соған сәйкес ұлғаяды. Ал егер де сіз лимфаның жүруін жақсартатын болсаңыз, және қандай соған сәйкес дәрілік шөптерді ішетін болсаңыз, лимфа түйіндері қайтадан қалпына келеді. Ал келесі біздегі лимфаның қызметі, лимфа жүйесінің, ол дезинтоксикациондық дренажды жүйені құрайды. Яғни ағзада токсиндерді шығару қызметін атқарады. Егер де ағзада токсиндер көп болатын болса, лимфа жүйесі, лимфа түйіндері токсиндерді ыдыратамаса, адам көп терлейді. Жағымсыз иісті тер шығады. Спорттық залдан кейінгі жағымсыз иіс емес, қалыпты отырғанда да терден бөлінетін жағымсыз иіс болып келеді. Бізде егер де лимфа жүйесі ағзадағы токсиндерді шығару ыдырату қызметін атқармаса, онда бізге қосымша біздің ағзамыз қосылады. Яғни тері арқылы біздің токсиндерді шығарады. Тері арқылы токсиндерді ағзада акне түрінде, прыщик, постакне түрінде ағзадан шығарып отырады. Және де жамбас аймағындағы қандай да бір прыщиктердің бәрі осы
лимфаның ягодицада акненің, прыщиктің болуы ол осы лимфаның дұрыс жүрмеуінен болып келеді. Егер де сіз үнемі отырыңқы қалыпта, үнемі телевизордың, компьютердің алдында отырып жұмыс жасайтын болсаңыз, телевизор көп көретін болсаңыз, онда шап аймағындағы ең үлкен лимфа түйіндері басылып қалады да, соның нәтижесінде лимфа дұрыс ақпауының нәтижесінде ағзада сұйықтықтың шығуы қиындап, соның нәтижесінде ісіну пайда болады. Ал келесі осы лимфаның дұрыс жұмыс атқарылмай жатқанын ағзада қандай да бір экзема, псориаз, тері ауруларын болуы да осы лимфа жүйесін дұрыс жасамауының бір белгісі болып келеді. Келесі бізде лимфа жүйесінің жұмысын жақсарту үшін не істесек болады, қалай жақсы жүргізсек болады? Ол бірінші біздегі артерия және вена қан тамырларының айдайтын жүрегі болатын болса, ал біздің лимфа жүйеміздің жүрегі ол бұлшықет болып келеді. Яғни жүрек артерия арқылы қанды айдап, вена арқылы насос түрінде өзі автономды түрде реттеліп отыратын болса, ал лимфа жүйесі егерде бұлшықетіңіз дұрыс жұмыс жасамайтын болса, егерде сіз аз қимылдайтын болсаңыз, лимфаңыз дұрыс ақпайды деген сөз. Дұрыс жүрмейді, соның нәтижесінде ағзада ісіну пайда болады. Сол себепті үнемі белсенді қалыпта қимылдап отырып, қимылдап жүру керекпіз. Сол себепті біз келесі лимфаның дұрыс жұмыс жасау үшін біз бұлшықеттің тез жиырылып, жақсы жиырылуын қамтамасыз ету керекпіз. Яғни күніне 1000 шаг жасасақ жақсы. Екінші приседания жасау. Яғни біздің ең үлкен лимфа түйіндері, тамырлар аяқта орналасқандықтан ол жоғарыдан төменнен жоғары көтерілу үшін біз приседания жасасақ, аяқтың бұлшықеттері, яғни лимфаның жоғары қарай көтерілуіне, лимфа түйіндерінің баруына атсалысады. Және келесі ол біздегі ең үлкен лимфа түйіндері іште орналасқандықтан біз пресс жасау керекпіз. Келесі біздің жаттығуымыз ол дренажды жаттығу, яғни адам көлденең қалыпта жатып, аяқ қолын көтеріп сілкілеу керек. Сілкілеген кезде лимфа түйіндері жақсы жүреді. Келесі біздің ағзада үлкен кіші тамырлар болған секілді лимфа тамырлары да үлкен кіші болады. Егерде шеткі аймақтан орталық аймаққа лимфаны айдамайтын болсаңыз, онда бактерия мен вирустың дамуына қолайлы орта болып келеді. Сол себепті үнемі қимылдау керек. Және де ісік пайда болғанда, носкидің ізі қалатын болса, қандай да бір теріңізді қасылағанда қасыған іздің қалатын болса, және ағзада қандай да бір егерде киімді қысып тар киім кимесеңіз, нормальный киім киген кезде киімнің ізі қалатын болса, онда лимфа жүйеңіз дұрыс жасамайды деген сөз. Келесі біздің лимфа жүйесін жақсы жұмыс істеу үшін контрастты душ қабылдау керекпіз. Контрастты душ, яғни күніге қабылдасаңыз болады, және де 40 секунд жылы суға, 20 секунд салқын суға түсу керек. Және осылай отыра салқын суға ақырындап бейімделу керек. Бірден салқын суға түсуге болмайды. Және де ең бастысы температураның айырмашылығы болу керек. 40 секунд жылы су, 20 секунд мұздай суға, бірақ қатты салқын су болмау керек. Келесі бізде 7-10 күнде баняға барсаңыз болады. Баняда лимфаның жақсы жұмыс жасауына үлесі көп. Келесі лимфаның жақсы жүру үшін бізде маңызды орында массаж болып келеді. Массажды өз-өзіңізге жасасаңыз болады. Яғни лимфаның жақсы жүруіне көмектесетін массажды оны ютубтан қарасаңыз болады. Немесе ол арнайы мамандарға барып, лимфаның жақсы жүруіне арналған массажды жасау керек. Яғни ол шеткі аймақтан орталыққа қарай жасайтын массаждар болуы керек. Келесі біздің лимфаның дұрыс жұмыс жасауына судың өте үлкен үлесі зор. Күніне 1,5 литр су ішетін болсаңыз, сіздің лимфаңыздың сұйық болып келеді, және оның аққыштығы жақсы болады, яғни жақсы жүреді лимфа жүйеңіз.
келесі біздегі лимфаның жақсы жүруіне ағзада дұрыс тамақтануымыз керек. Яғни ағзада тез дайын болатын көмірсуларды көп қолданбау керек, химикаттарды және де табиғатында жоқ тамақтарды, консерванттарды қолданбағаныңыз абзал. Ол лимфаны қоюландырады. Келесі, лимфаның жақсы жүруіне көмектесетін жасыл шөптер және де табиғатында бар өнімдер болып келеді. Біздің ағзамыздың бәрі бір-бірімен байланысты болып келеді, бір-бірімен байланысты жұмыс жасайды. Ал біздегі лимфа жүйесі бауырмен өте тығыз байланысты болып келеді. Бауыр бізде ағзаға түскен токсиндерді және де инфекцияларды жойып отырады. Егер де бауыр токсиндерді жоя алмайтын болса, онда инфекциялар, токсиндер лимфа түйіндеріне барады. Егер де осы біздің ағзамыз фильтр жұмыс істемей, дұрыс жұмыс істемесе, онда лимфа тамырларын қанша жерден емдесеңіз де ағзаңыз толық тазармайды. Сол себепті бірінші орында бауырды тазалау керек. Келесі бізде лимфа жүйесімен тығыз байланысты ол ішек болады. Ішек, егер де ағзада ішіңіз қатып, нәжіс бір орында ішекте ұзақ уақыт тұратын болса, ол өзіне токсиндерді бөледі де, және де ол қанға және лимфа жүйесіне түседі. Яғни қайтадан сол токсиндермен улану процесі жүреді. Сол себепті тек қана лимфа жүйесін ғана емдеп қоймай, біз комплексіне бауырды, лимфа жүйесін, ішекті толық емдеу керек. Келесі, лимфа жүйесін жақсы жүру үшін мен айтқан қоспаны жылына 2 рет қабылдау керек, және 45 күннен кем қабылдамау керек. Ол жапырақты шабындықтан 30 грамм, сары тәтті бедеден 20 грамм, лингонберн жапырағынан 30 грамм, қайын жапырағынан 20 грамм, және де зверобой шөбінен 30 грамм алып, осы қоспаны жақсылап араластырып, таңертең бір ас қасығын 700-800 мл суға, ыстық суға тұндырып қойып, 31 сағат таңға астан 30 минут алдын, түскі астан 30 минут алдын, кешкі астан 30 минут алдын қабылдау керек. Және бұны айта кеткеніндей 45 күннен кем болмау керек. Келесі, сұйық хлорофилді бір чайный ложкасын күніне 2 рет қабылдасаңыз, лимфа жүйеңіз жақсы жүреді. Келесі, біздің қосымша лимфа жүйесінің жақсы жұмыс жасау үшін бізде диафрагманың рөлі өте зор болып келеді. Диафрагмада бұлшықетті мүше болып келеді, яғни көкіректі іш қуысынан бөліп тұратын бұлшықетті мүше. Ал ол, егер диафрагма спазмдан қалатын болса, онда лимфа дұрыс жүрмеуі мүмкін. Сол себепті арнайы мамандарға барып, спазм босаңсаңыз болады, немесе өзіңіз арнайы ютубтан диафрагмальды тыныс алу деп іздеп, сол бойынша өзіңіз жасасаңыз болады. Келесі, лимфаның жақсы жүру үшін Алексеев душын қолдансаңыз болады. Яғни өзіңіздің арнайы үйіңіздегі душқа осы Алексеев приборын басына кигізіп қоятын болсаңыз, душтан ағатын напорымен атқанда лимфаның дұрыс ағуына көп септігі бар. Осымен видеомыз соңына жетті. Егер де видео ұнаған болатын болса, подписаться батырмасын басыңыз, лайк қойыңыз, комментария жаза кетіңіз. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше амандықта жүздесейік.